Құрметті студенттер, бүгінгі оқитын дәрісіміздің тақырыбы гидромеханика негіздері, гидростатика және оның негізгі заңдары, Эйлер теңдеулері, гидростатика негізі теңдеуі, сонымен қатар Паскаль заңы. Фармацевтикалық өндіріс технологиясында студенттер сіздер білетін едіңіздер, 5 процесс бар. Осы 5 процестің ішіндегі ең үлкен тарау гидромеханика негіздері. Жалпы гидромеханика, химия фармацевтика өндірісіндегі көптеген технология процесстерді сұйықтықтар мен газдардан бөліп алу заңдылықтарын сипаттайды. Гидромеханиканың өзін екі топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші топ гидравлика, екінші гидростатика. Гидростатика дегеніміз әрбір фармацевтикалық өндірісте өндіретін дәрілік препараттардың ағын түрлерін анықтаймыз. Оған нені жатқызамыз? Эйлер теңдеуіндегі үш нүктедегі сызықтықтың бірге түсуі. Ол дегеніміз Паскаль заңымен сипатталады. Сонымен қатар гидродинамикалық жүйедегі аппараттардың динамикалық процесте қалай жұмыс жасайды? Ол аппараттардың негізгі дәрежесі қалай анықталады? Және ол аппараттардың жылдамдығы, сонымен қатар ағын сипаттамаларын анықтаймыз. Ағын сипаттамаларын фармацевтикалық өндіріс саласында екі топқа бөліп қарастырамыз. Біреуі турбулентті ағындар және ламинарлы ағындар. Бұл ағындарды Рейнольдс критерийі бойынша анықтаймыз. Рейнольдс критерийі RE, яғни 2300-ден төмен ағындарды біз ламинарлы ағындар деп атасақ, 2300 бен 10.000-дің арасында Рейнольдс деңгейін құрайтында оны біз турбулентті ағындар деп атаймыз. Себебі Эйлердің негізгі теңдеуін тұжырымдамасын сипаттау үшін бізде Паскаль заңы қолданылады. Эйлер теңдеуі бізде жалпы теориялық гидромеханикалық қолданбалы механикада көптеген қолданылады. Олар әртүрлі жағдайдағы бізде өндіретін, жасалынып жатқан дәрілік препараттардың сұйықтық қозғалысын сипаттайды. Ал екіншісі гидравлика деген ол қолданбалы инженерия саласында қолданылады. Ол гидромеханиканың техникалық қосымшасы. Біз көп нәрсе біз оны фармацевтикалық өндіріс саласында газдардың жылжуы кез келген жабдықтарға қолданатын боламыз. Неге? Себебі сұйықтықтар мен газдардың қозғалысы ол гидродинамикалық сұйықтықтар заңында көптеп жазылады. Ол жерде Ньютонның бірінші, екінші заңы, термодинамиканың үшінші заңдарында қарастырылады. Гидростатика дегеніміз ол абсолютті тыныштықта тұрған сұйықтықтарды қарастырамыз. Ол сұйықтықтардың негізгі теңдеуі Рейнольдс теңдеуі деп аталатын болсақ, біз жаңа айтып өттік, автомодельді жаңа ламинарлы турбулентті модельге жатпайтын, ағынға жатпайтын автомодельді ағын деп атаймыз. Неге? Себебі оның өзінің ағу уақыты, процесі, кезеңі болады. Неге? Себебі біз әрбір ағындардың, сұйықтықтардың ағындарының үйкеліс күшіне әсер етпейтін, өзіндік қозғалыспен баяу өтетіндерді айтамыз. Гидростатикада жалпы сұйықтық ғылымын зерттейтін сала. Ал сұйықтықтардың өзін әрекет ететін күштер бойынша екі топқа бөліп қарастырамыз. Бірінші топ ішкі, екінші топ сыртқы. Ішкі әсер ететін күштер қарастырылып отырған сұйықтықтардың бөлшектерінің өзара әрекеттесуі. Ал сыртқы дегеніміз сұйықтықтың көлеміне немесе физикалық сырттан әсер ететін күштерді айтамыз. Оған сыртқы әсерлерден немесе қоршаған ортадан басқа денелер әсер ететін болса, ол уже сыртқы әсер ететін факторлар. Нақты сұйықтық әсер ететін күштер, оны біз фармацевтикада беттік күштер деп атаймыз. Себебі сұйықтық пен газдар белгілі бір уақытта ағу өтетін. Бұл жерде S ол беттік ауданы, судың беткі қабаты қандай күйде болады? Агрегаттық күйіне байланысты, қатты, сұйық және температурасына байланысты жылдам деп ағу өтеді. Негізгі компоненттер болуы мүмкін, бірақ ол компоненттердің бөлінуін векторлық шама деп атаймыз. Ал екіншісі ол көлемдік күштер. Көлемдік күштер дегеніміз сұйықтықтың массасының тәуелді болады.
ол масса әрбір гидравликадағы сұйықтықтардың ағу кезеңдерін атаймыз. Сонымен қатар гидростатикалық қысым бар, ол F әрімен белгіленеді, себебі қысымды өлшеу кезіндегі жоғарыдан аққан сұйықтықтың негізгі Паскаль заңымен анықтайтын боламыз. Сонымен қатар гидростатикалық қысымның негізгі қасиеттері, үш қасиеті бар. Бірінші нүктеден екінші нүктеге ауысуы, екінші қысым барлық бағытта өзгермейді, бір бағытта жүріп отырады. Үшіншісі сұйықтықтың әр бөлшегі сипатталатын қысымдар. Ал Эйлер теңдеуі, бізде Эйлер теңдеуі барлық жағдайда инерция күштері нөлге тең болған кезде Эйлер теңдеуі болады. Осы гидростатика, гидравликаның барлық теңдеулерін сипаттайтын екі шама болады, ол материалдық және энергетикалық. Бізде материалдық энергетикалық негізгі теңдеулері ол Эйлердің негізгі теңдеуі деп атаймыз. Гидростатикалық теңдеулерді сипаттайтын шама Эйлердің X, Y, Z-тік өсіне қарай сипатталып отырады. Ал Паскаль заңы не үшін керек? Оның барлық нүктеде біркелкі тарала ма дәрілік препаратқа динамикалық жағдайда таралмай ма, соған түсетін негізгі қысымды атаймыз. Осымен біздің бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.